Қателіктің зардабы. 4-ші бөлім. Каналыма тіркеліп лайк басып қоңыраушаны басып отырыңыздар. Екеуі ұзақ әңгіме дүкен құрып, серуендеп түнгі қаланы аралады. Ертесіне Ару жұмыстармен өз ауылына жол тартып кетті. Жалғасты Аруды ұнатқаны сонша Арудың ізімен сол ауылға қонақ болып келді, туысқанының үйіне. Күнде кешкісін кездесіп сөйлесіп жүрді. Әңгімесі жарасып, күнде бір-бірін көрмесе тұра алмастай халге жетті. Сезімдері махаббатқа ұласты. Бірақ бұл махаббат тағы көпке созылмады. Сезімін білдіріп, жақсы көретінін айтып жүрген Жалғас 2 айдан кейін ұшты күйлі жоқ болды. Ешқандай хат-хабар болмады. Бұл кезде Ару оқуына кеткен еді. Бұл жағдай Аруға қатты соққы болды. Оқуға деген еш зауқы болмай, онысы да жайына қалды. Жауапсыз махаббаттан қатты қиналды. Күндіз-түні тек Жалғасты ойлап, жылаумен күні өтіп жатты. Өйткені Ару Жалғасты қатты сүйіп қалған еді. Болашағын Жалғаспен елестетіп отыратын. Бірақ қанша қиналса да қайтып келген Жалғас жоқ. 1 ай оқудан қалған Ару амал жоқ қайта есін жиып оқуына барды. Бұл кезде карантин енді басталып жатқан кез. Оқулары қашықтықтан оқуға ауысып қайта ауылына қайтты. Солай жүріп 2-ші курсты да аяқтады. Біраз уақыт ауылында болған Ару ауылда жай жатқанша жұмыспен айналысқысы келді. Қасына құрбысын ертіп қалаға барып, бір кафеге даяршы болып жұмысқа тұрды. Екеуі бір пәтерде тұрып жұмыс жасап жүрді. Істеп жатқандарына біраз айдың жүзі болған. Бір күні өздері оқитын қалаға құрбысы жұмыстармен бармақшы болды. Ару құрбысын қимай шығарып салып, үйіне қарай қоғамдық көлікке отырды. Отырғаны сол көзіне жарқ етіп өзіне таныс адамды байқады. Иә, бұл Жалғас еді. Сүйемін, жақсы көремін деп жоқ болып кеткен Жалғас, қаншама күнді ұйқысыз өткізіп, хабарласып қалар деп күткен Жалғас еді. Ару бірденен жүгіріп барып, қайда жүрсің, неге хабарсыз кеттің деп айтқысы келді. Бірақ қоғамдық көлікте адам көп болған соң, қасына бара алмады. Тұрған орнынан қимылдай алмай қалды. Құдды аяғына тас байланып қалғандай. Не керек, жолда Жалғас түсіп қалып, ойындағы сұрақты Ару қойып та үлгермеді. Бірақ одан кейін де қай жерде жүрсе де Жалғасты көзімен іздеуді шығарды. Жолып қалармын, осы қалада жүр деген бір үміті өшпей тұрды. Қаншама іздегенімен таба алмады. Жалғасы бар,